Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен бупи-пай тортының рецебімен бөлісетін боламын. Рецептке керекті заттарды описаниямда қалдырамын. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Құрамы қолжетімді заттардан тұрады. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстінен қантымызды салып миксерлейтін боламыз. Массамыз біздің 2-3 есеге дейін көтерілуі тиіс. Үстінен бөлме температурасында тұрған майлылығы 82% құрайтын сары майымызды салып миксерлейміз. Үстінен сүтті құйып миксерлейміз. Мен пайдаланып жатқан сүт ол қолдың сүті. Енді бір ыдыста ұнымызды, какао және қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тестамыздың үстінен ұнды аз-аз мөлшерде салып миксерлейтін боламыз. Мен миксерді қоспас алдым, осылай өзін араластырып алдым, ұн шашырап кетпес үшін. Міне мен тестам дайын болды осылай. Пергамент қағазын осындай формаға салып өлшеп аламыз. Мен 3 пергамент қағазын осылай жасап алдым. Өйткені мен бупи-пайым 3 корждан тұрады. Пергамент қағазына тестаны мен 5-6 қасықтан салдым. Енді тестаны лопатканың көмегімен осылай бір тегіс етіп жаямыз. Корждарымызды 180 градуста 10-12 минуттан пісіріп аламыз. Міне мен корждарым пісті. Осын таяқшаны тығып көру арқылы білеміз піскенін. Корждарды домалақ етіп кесу үшін осындай форманы қолдандым. Мендегі форманың өлшемі 22 сантиметр. Енді кремімізді дайындаймыз. Біздің сливкіміз 33-34% құрайды. Сливкіміз өте салқын болу керек. Ең алдымен тек өзін ғана миксерлеп аламыз. Сосын үстіне қантымызды салып және миксерлейтін боламыз. Осылай қоюланған соң ірімшігімізді салып және миксерлейміз. Міне біздің креміміз дайын. Енді осыны тортқа жағатын боламыз. Кремді осындай кондитерлік мешокқа салатын боламыз. Менде насадканың номері 807.
Осылай видеода көрсетілгендей етіп шарик жасаймыз. Корждың ортасын осылай креммен толықтырып, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Торттың бетіне ганашты дайындайтын боламыз. Сүт пен шоколадты микротолқынды печте ерітіп аламыз. Ерітілген шоколадымызды осылай торттың бетіне құямыз. Мен торттың бетін осылай креммен және шоколадты печеньемен әсемдейтін боламын. Сіздер тортты өз қалауларыңызша әсемдеуге болады. Достар, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Құрамы өте оңай. Видеоны көрген болсаңыздар, сіздерге кеңес беремін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Қош сау болыңыздар. Каналыма лайк басып тіркеліңіздер.